саламатсыздар ма? Мен Санева компаниясында ана порошок бар ғой, өзім түстім ғой. 15 минут бойынша неге суға салып қоясыз, 40 градусша. 15 минут жауып қоясыз, содан кейін деген 15 минуттан кейін өзіңіз қандай жағдайда суды құйып алғыңыз келеді, сол бойынша құйып аласыз, аяғыңызды саласыз. Сосын салғаннан кейін анау жып-жылы кайф ұстайды ғой, прям. Шын айтамын, мен белдегі режим болды, мықты ауырады, белімді байламасам жүре алмайтын едім ғой вообще. Содан кейін арқам ауырып жүрді негізінде, содан кейін арқаларым ауырып жүрді. Сосын мен деген жайлап төменнен аяқтан бастап маған жоғары қарай жылы барды негізінде. Сосын арқамды біреу массаж істеп жыбырлайды. Ана қасығым келеді, қаси алмаймын, бір анда отырдым, содан кейін әрі қарай кетті ғой, кайф ұстады. Мынадан былай бар ғой, басымнан былай терледім ғой. Шөлдедім, шу деген шөл алып баратыр. Сосын немерем айтамын ғой, шай кепеш деп әкеліп берді маған, шайды ішіп алып. Содан кейін деген бар ғой, кайф ұстады ғой, шайды ішіп алғанмен кайф, бірақ ұйқы басып ұйқым келді мықтышы. 45 минут мен түстім бірағында. Мына бүткіл денеңіз терлейді, кәдімгідей терлейді, мықты терлеп, мен де сондай күшті болдым, кайф ұстадым, кайфовать етіп жатасыз, ана жерде бар ғой, даже ұйықтап тұруға болады. Мен соңғы кезде ұйықтап та қалып жүрмін, бір мезгілде тұрамын әйтеуір сосын деген, мықты күшті мына порошок. Содан кейін, түсіп болғаннан кейін, мен мына биогремді жағамын. Мына биогрем деген өте күшті. Ана биогремді жаққаннан кейін мәңгі жынды боласызшы, енді айта алмаймын, сөзім жеткізе алмай отырмын. Сосын кішкентай бала сияқты ұйықтап қаласыз. Мен деген мына қолдарым артроз еді ғой негізінде, түнімен ұйықтай алмаймын, бәрше сырқырап, мына иықтарыма дейін сырқырап жататышы бәрі. Осыған түссем күшті ұйықтаймын, ұйқым керім күшті болып кайфовать етемін, мықты. Жеңілдік дейсіз ғой. Иә, мықты жеңілдік, бәріңізге түсіңіз деп айтамын. Қандай өнім болса да бәрі күшті. Мен ең бірінші басында осы инстаграмнан тауып алдым Құралай ханымды. Содан мен деген бәрін сұрадым негізінде. Сосын мен деген бірінші жазылып алып көріңізші. Сосын мен алып ең бірінші кальций алдым, коллаген алдым, биогрем алдым. Сосын йод натуральный дегенді алдым. Мына оң жақ аяғымда деген мына сырқырап баса алмай жүр едім ғой, лестницадан құлап қалып едім ғой негізінде. Содан кейін ана аяқтарымның бәрі дұрысталды. Мен 3 ай осыларды пайдаландым. 3 айдан кейін мына оң жақ аяғымның бұл не қалай еді? Мына жерлері қалай еді? Буыны өте жақсы болды. Аяқ киім кие алмайтын едім ғой. Жайпақпен жүретін едім, қазір туфли кием уже деген. Туфли киіп барам, бұрын тойларға кроссовки барам. Нақты не іштіңіз сонда буынға? Буынға мен деген коллаген іштім, кальций іштім, осы биогремді жақтым, сосын натура, йод натура бар ғой, ең басында осыларды іштім мен, 3 ай бойына осылай іштім.